Қартаю бұл табиғи процесс. Ол 40 жастан асқан соң өзінің алғашқы белгілерін білдіре бастайды. Көп жағдайда қартайғаннан кейін кәрі кісілерде ет жеу проблемасы пайда болады. Себебі қойдың еті не болмаса жылқы етін көп жағдайда ағза дұрыс қорыта алмайды. Себебі зат алмасу баяулайды. Енді егде адамдар үшін қай өнім ең пайдалы екенін диетологтар жарыса айтуда. Соны білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін тыңдап, ақпарат пайдалы болса қолдап кетіңіздер. Армысыз YouTube көрермен, бұл денсаулық байлық арнасы. Біз айтқалы тұрған өнім бұл үндіктің еті. Оның құрамында егде жастағы адамдарға жетіспейтін В дәрумендері өте көп. Үндіктің етінде пайдалы полиқанықпаған май қышқылдары бар. Олар тек қабынуға қарсы ғана емес, холестериннің төмендеуіне, антисклеротикалық әсерге ие. Сондай-ақ мидың дұрыс жұмыс жасауына, есте сақтау қабілетіне орасан зор пайдасы бар дейді дәрігер. Диетологтар аптасына пісірілген үндіктің етін 3 мезгіл жеуді ұсынады. Үндіктің еті деп отқанымыз бұл қазақша күрке тауық. Күрке тауықтың еті ең пайдалы және жан-жақты тағам болып саналады. Оның құрамында ағзаға қажетті мырыш, селен, калий, фосфор және магний, сонымен қатар А, В2, В6, В12, Д, Е және П дәрумендері бар. Бұл микроэлементтер қан тамырларының, сүйектердің және терінің сау болуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ ағзаның дұрыс жұмыс жасауына қажетті витаминдер болып табылады. Күрке тауық еті диета сақтайтын жандарға таптырмас тағам. Оның етінде май аз, бірақ басқа ет түрлеріне қарағанда метионин көп. Метионин өз кезегінде бауырды сақтайды және оны ауыр майлардан шамадан тыс жүктемейді. Сондай-ақ лизиннің көп мөлшері қан тамырлары мен жүректегі жүктемені азайтады. Лизин холестерин деңгейін қалыпқа келтіреді. Оның артық болып кетуі атеросклерозды қоздырады. Лизин жетіспеушілігі шаршауға және иммунитеттің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Күрке тауықта сондай-ақ фосфолипидтер де көп. Олар барлық жасушалардың құрылысына, май қышқылдары мен холестеринді тасымалдауға қажет. Тамақтағы фосфолипидтердің жеткілікті мөлшері өт қабындағы холестеринді тастардың пайда болу қаупін азайтады. Көріп отырсаңыздар, бір күрке тауықтың еті бауыр, өт құрамына кездесетін барлық проблемаларды шешуге пайдасы бар екен. Бір ескерте кететін жайт, бүйрек жеткіліксіздігі және подаграсы бар адамдарға күрке тауықты тұтыну ұсынылмайды. Күрке тауық етінің құрамында тауық етінен әлдеқайда аз пурин бар. Тек 50 мг. Көп мөлшерде ол зиянды болуы мүмкін. Пуриндерден несеп қышқылы түзіледі. Ол тұздар түрінде тұнып, аурудың өршуін тудыруы мүмкін. Кейбір зерттеушілер аптасына 1-2 рет күрке тауық етін жеуді ұсынады. Ол подаграсы бар адамдарға да рұқсат етілген. Бірақ күрке тауықты диетаға қоспас бұрын дәрігерлермен кеңескеніңіз жөн. Қорыта айтқан кезде, қадірменді YouTube көрермен, қарт кісілерге ет жеу міндетті. Бірақ көп жағдайда қой еті өте ауыр болып саналғандықтан, оны асқазан көп жағдайда қорыталмай жатады. Сондай-ақ жас ұлғайған сайын асқазан ішек жолдарында проблемалар пайда болуы мүмкін. Осы жағдайда бізге көмекке күрке тауық еті келеді. Оны аптасына 1 немесе 2 рет жеу ұсынылады. Ол ағзаға өзінің пайдалы тұстарын жақсы көрсетеді. Күрке тауық еті аллергиясы бар жандарға да өте таптырмас тағам болып табылады. Осы ақпарат пайдалы болып жатса, өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге жаратыңыздар. Қош аман сау болып тұрыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.